Бәріңізге сәлем. Қазір мен сіздерге бұл сабақта слойлармен қалай жұмыс жасау керек екендігін көрсетемін. Файлымызды ашып алайық. Біз уже білеміз да, қандай файлды қалай ашу керек екенін. Файл аштық. Жалпы Photoshop программасы бір қарағанда қиын болып көрінгенімен, оны бір үйреніп алатын болсаңыздар, ертеңгі күні сіздерге пайдасы өте зор болады. Әртүрлі дизайндарға, фотомонтаж жасауға өте керекті программа болып есептеледі. Инстаграмға, ютубқа және басқа да әлеуметтік желідегі обложкаларыңызға әртүрлі дизайнда жұмыстар, яғни әдемі монтаждар жасауға болады екен. Айтатын болсақ, өзі Photoshop экраны 3 бөліктен ғана тұрады. Біріншісі негізгі панель деп айтылады. Мына жақта қосымша панель, сосын жерде инструменттер орналасқан. Яғни осы Photoshop жұмысына, Photoshop барысында керекті құралдарды осы жерден ала аламыз. Файл аштық. Енді слойларды жаңадан мына жерден сызуға кетуге болады екен бізге. Мысалы үшін міне мен 3 слойды қостым жұмысына. Енді осы слойлармен жұмыс жасайтын болсақ, мысалы үшін бірінші слойды көрейік. Бірінші слойға мысалы үшін біз сурет саламыз, бірінші слоймен жұмыс жасаймыз. Ертеңгі күнде жұмыс жасауларымызға осындай слойларды білу керек болады. Жұмыс жасауларымыздың оңай болуы үшін, міне мысалы үшін 3 слойға 3 түрлі цвет бердім. Енді мына задний фон дейді, артқы фонды глазокпен басып өшіріп тастауға да болады. Енді мына жерде қарап тұрсақ, ең үстіндегі слой ол бізге ең жақын тұрған слой, яғни ол бер жағындағы слой болып саналады. Мынаны ені үстіне қоятын болсақ, осы ақ бет ең бізге жақыны болып көрінеді екен. Яғни ол басқа слойларды жауып тастайды. Жалпы енді слойлармен осылай белгілеп алып, мысалы үшін мына жердегі слойды өзгертуіміз келсе, осы жерде жұмыс жасауымызға болады. Соны қосып қойып, мына жерде белгіленіп тұр, өзін олар қарағанда ерекше болып. Ал енді мына екінші слоймен жасағыңыз келсе, тағы да соған бірдеңелер қосып алғыңыз келсе, сонымен жұмыс жасауыңызға болады. Әртүрлі. Мысалы үшін осындай коррекция жасағыңыз келсе. Немесе міне бірінші слой. Енді мына жерде глазоктарын алып тастапты да жасауға болады екен, жұмыстарды. Слойлармен енді осыған картинка қосқымыз келетін болса, мына пустой бетке басамыз, сосын файлды таңдаймыз. Поместить встроенное деген бар, соған басамыз, өзіміздің керекті картинкамызды аламыз. Мен осыны ала салайын. Яғни осы ақ бетке мына картинка бізде түсіп тұр. Оны керекті қылып өзімізге келтіріп аламыз. Қалған артық жерлер көрінбейді, тек осы жерлер көрінеді. Енді қарап тұрсақ, мыналарды бет глазоктарын басатын болсақ, бізде тек қана картинка көрінеді. Картинка не болмаса бұлай өшіріп тастауға болады. Осылай картинкамен жұмыс жасауға болады екен. Не болмаса, непрозрачность деген бар, мына жерде соған басып, картинканы осылай алып тастауға болады. Немесе оның мөлшерін азайтып, ары қарай өзіңіздің монтаждарыңызды жасауға мына өте ыңғайлы, өте қолайлы осындай элементтері бар. Сосын слойлармен жұмыс жасағанда
сізге ыңғайлы болу үшін, мысалы үшін мына жерде көптеген сізде картинкалар немесе фигуралар, элементтер болатын болса, мына жерде слой сізде көп болатын болса, онда мына жерде папка ашып қоюыңызға болады. Папка ашып, соларды жинақтап, соған салып қоюыңызға болады. Оны мысалы үшін папканы аштық, мына жерден басып, группа деп айтылады фотошоптың тілінде. Мысалы үшін міне слойға белгілейін, слойға белгілеп, shiftқа немесе Ctrl-ға басып тұрып, басқа да слойлардың бәрін белгілеп аламын. Сосын оларды ұстап тұрып, сол группаның ішіне апарып, жинақтап саламын. Бір группаның ішінде олар тұрады. Осылай жинақтап салып, жұмыс жасауыңызға болады. Сосын сіздерге көрсете кетейін. Мына жерде сіздер егерде бір суретті, картинканы дайындап қойған болсаңыздар, оның өзгеріп кетпес үшін оған замок қойып қоюыңызға болады. Мысалы үшін мен мынаны белгіледім деп, оған замок қойып қойдым мына картинкаға. Сонда оған ешқандай өзгерістер болмайды. Ол сол күйінде сақталып тұрады. Мысалы үшін мен қарайтын болсақ, оған ешқандай өзгеріс, ешқандай жұмыс жасай алмайды екенмін. Яғни ол уже бізде дайын картинка. Дайын болғаннан кейін осылай замок қойып қатырып тастауға болады. Ал егерде оны өзгерту керек болса, қайтадан соған басып, замокқа алып тастап, ары қарай жұмысымызды жалғастыра беруге болады. Енді бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет.